Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелері мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін Көкейтесті каналының оқырмандары. Құрбан айт жақындаған сайын жұрттың көбі ет бағасының қымбаттап кеткенін айтып дабыл қағып жатыр. Әрине соңғы кездері қой етінің бағасы ірі қалаларда 4,5-5 мың теңгеге дейін көтерілді килограммы. Ал сиыр еті ауылдарда 3.400 теңгеден саудаланса, қалалы жерлерде сұрыпты еттер 4,5 мың теңге, тіпті 5 мың теңгеге дейін сатылып жатқан жағдай жоқ емес. Әрине, үкімет тарапынан бағаны бақылау әлі де жүзеге асырылып жатыр. Дегенмен бұл нарықтағы жағдайды үкімет бақылау, яғни бағаны белгілеу жолымен ұстап тұра алмайтыны белгілі. Өйткені базардың заңдылығы солай, бүкіл әлемдік жағдайда солай. Әлемде бүкіл зат бағасының көтеріліп бара жатқаны рас. Ал Қазақстандағы ет бағасының бұлай қымбаттауына бастысы еліміздің базарындағы ішкі сұраныстың артуы, сонымен қатар еліміздің шетелге ет экспортына қойылған шектеулерді ішінара көлемде алып тастауы мұрындық болып отыр. Ал енді төңіректегі елдермен салыстырғанда бізде ет бағасы әлі де арзан. Сондықтан қазір Қазақстанның еті көршілес елдерге, алыс елдерге де саудаланып жатыр. Бұл нені түсіндіреді? Бұл алдағы уақытта ет бағасы біртіндеп жоғарылай беретінін түсіндіреді. Өйткені қазір мал бағуда оңай емес, себебі жем шөптің бағасы да өсіп кетті, электрдің бағасы да өсті, мал бағуға қажетті техникалардың да бағасы өсті. Осы тұрғыдан алғанда мал бағасының өсуі малшыларға тиімді деп айтуға болады әрине. Дегенмен осы мал бағасының өскенінің қызығын сол табан ет маңдай терімен күндіз түні 5 садыра малын бағып жанталасып жүрген ауылдағы тұрғындар көріп жатыр ма деген мәселеге келсек, ойланатын түйіндер өте көп. Өйткені ауылдағы тұрғындар өзінің қолындағы малын ақшасына жаратып бәрібірдей сатып жатқан жоқ. Өйткені пайданың көбін ортадағы делдалдар әкетіп жатыр. Яғни жоғарыда айтқанымыздай, ауылда сиыр етінің килограммын 3.400-3.300 теңгеден алса, ірі қалаларға әкеп саудалаған кезде 3.600-3.700 немесе 4.000 теңгеге дейін саудалайды. Яғни ортадағы пайданы делдалдар көріп жатыр. Оның үстіне қазір үкіметтің беріліп жатқан қосымша жәрдемақы саясаты да ауыл тұрғындарының әрбірінің игіліктенуіне мүмкіндік бермей отыр. Себебі қазіргі қосымша жәрдемақыларды тағайындаудың үкімет тарапынан белгіленген бір қыдыру шарттары бар. Солардың ең бастысы, үкіметтен қосымша қаражат алу үшін сіздің мал асырайтын жеріңіз болуы, шағын шаруа қожалығыңыз болуы керек. Демек, осы шарт болғандығы үшін қазір үкіметтен бөлінетін қосымша қаражатты, яғни мал өсіруге, мал бағуға бөлініп жатқан қаражаттың көбін үлкен фермерлер, яғни шаруа қожалығы бар азаматтар алып жатыр да, ал қосымша кіріс ретінде мал өсіріп отырған азаматтар бұл қаражаттан толық игіліктен алмай отыр. Яғни ауылда 40-50 сиыр, бірнеше жүз қой өсіріп отырған азаматтар шаруа қожалығы жоқ, яғни мал өсіретін үкіметтен берілген жері жоқ болғандықтан бұл қаражаттан игіліктене алмай отыр. Әрине бұл мәселені соңғы кездері депутаттарда көтеріп үкіметте қызу талқыланып жатыр. Дегенмен үкіметтегі өзгеріске сай әрбір отбасы қосымша қаражаттан алдағы уақытта игіліктеніп кетуі мүмкін деп әлі де айту қиын. Өйткені қалыптасқан жүйені өзгерту үшін де біраз уақыт керек және оған барыс керек. Мәселен, Қытайда мейлі оның шаруа қожалығы болсын, болмасын, шаруалар асыл тұқымды мал сатып алса, оған қосымша қаражат береді. Оның туған бұзауына да қосымша қаражат береді. Осы арқылы шаруалардың бір бас мал өсірсе де, асыл тұқымды мал өсіруіне үлкен шабыттандыру, ынталандыру саясатын қолданып отыр. Бізде, біздің елге де осындай саясат керек сияқты. Сонымен қатар қазір ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығы арасындағы сәйкестікте өте аз сияқты. Мәселен, Қазақстанда егін шаруашылығы біршама өркендеген, алайда бізде егістік алқаптары көп болғанымен, соның түскен
отқотын, яғни қалдық бидайларын арзанға шаруалар ала алмайды, сабанның өзі олардың қолына тие қоймайды. Яғни егін шаруашылығы мен мал шаруашылығының арасындағы өзара байланысты заңды жолмен реттеп, бір-біріне сүйеу, бір-біріне демеуші ретінде қолданса, еліміздің мал шаруашылығы біртіндеп өркендер еді. Әрине, Қазақстандағы нарықты қамтамасыз ету үшін тек қана фермерлердің, шаруа қожалықтарының баққан малына сүйеніп мәселені шешеміз деуге келмейді. Егер біз ондай бағытқа қарай кететін болсақ, еттің бағасы алдағы уақытта тіпті де аспандап кетуі мүмкін. Сондықтан жалпы ауылдағы тұрғындардың да мал өсіруіне, қолында азда болса мал ұстап қосымша кіріс кіргізуіне біз ынталандыру саясатын қолдануымыз керек. Ал ірі фермерлер болса асыл тұқымды малды шетелден әкеледі. Олар керек десеңіз жеміне дейін өкіметтен қосымша қаражат алып отыр. Бірақ соған қарамастан базарға арзан бағада ет әкеліп сатып отырған жоқ. Ал базарға ет әкеліп жатқандардың тағы да тең жартысынан көбі сол ауылдағы мал өсіріп отырған қарапайым тұрғындар. Өкіметтен бір тиын қосымша қаражат алмаған тұрғындар әкеліп сатып жатыр. Яғни олар өзінің табыс көзі ретінде, жан-бағысы ретінде әкеп малын сатып отыр. Сондықтан қазіргі базардағы ет бағасының арзан болуына мұрындық болып отырғанда ауылдағы қарапайым тұрғындар екенін біздің билік ескеруі керек. Сондықтан алдағы уақытта ет бағасы 10 мың теңгеге дейін көтеріліп кетпесін десек, жалпы ауыл тұрғындарының мал ұстауына мүмкіндік жасау керек сияқты. Бірақ қазір ауылдың жағдайы да мәз емес, себебі ауылда мал бағуға мүмкіндікте қалмай барады. Егін ауылдың іргесіне дейін салынғандықтан ауылдағы тұрғындар шайлық сүт үшін ұстап отырған сиырының бұзауының өзін құйрығынан ұстап бағып отыр десек қателеспейміз. Сондықтан ауыл төңірегінде кемінде 15 шақырымға дейін егін болмау керек деген тәртіпті қатаң ұстанып, ауылдағы шаруалардың да бір тараптан қосымша кіріс ретінде мал бағуына мүмкіндік жасаудан біз ешқашан ұтылмаймыз. Өйткені мейлі жылқы шаруашылығын болсын, сиыр, қой, ешкі шаруашылығын болсын дамыту үшін қарапайым халықтың да үлесі ерекше. Тек біз фермерлерге сүйеніп, шаруа қожалықтарына сүйеніп, Қазақстанды етпен қамтамасыз етеміз, шетелге ет экспортын ұлғайтамыз десек, бұл зерттелмей айтылған пікір болады. Сондықтан біз алдағы уақытта еліміздегі ет бағасының тіпті де аспандап кетуінің алдын алу үшін қарапайым халықтың да мал өсіруіне, тым құрығанда өзі сойып жейтін малын, өзі сүтін ішетін малын өзі бағып алуына да мүмкіндік жасағанымыз оң сияқты. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.